Сәлем достар, бүгін сіздермен алмалы штрудель дайындаймыз. Менің жасап көрген көптеген рецепттерімнің ішіндегі ең сәтті рецепт. Міне қандай қытырлақ, өте дәмді, керемет болып шығатын штрудель. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырынан бастаймыз. Қамыры өте оп-оңай. Бір ыдысқа електен өткізілген ұн, тұз, бір жұмыртқаның жартысы, шамамен 25-30 граммдай болады. Су, сұйық майды құйып, қасықпен араластырамыз. Масса кішкене біріккенде қолмен қамыр илейміз. Осылай қамырды кішкене дастарханға немесе илеп жатқан ыдыста ұрып аламыз. Бұлай қамырды ұру не үшін керек десеңіз, қамырдан артық ауаны шығарады, қамырдың біртектілігін және серпінділігін арттырады, қамырды мықты әрі иілгіш етеді. Міне осындай жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Бұл қамырды орысша айтқанда вытяжное тесто деп атайды. Өте жақсы созылатын қамыр болады. Енді бетін жауып, 1 сағатқа демалуға қойып қоямыз. Ол уақытта салмасын жасаймыз. Ол үшін алдымен қызып тұрған табаға сары майды ерітіп, ұнтақталған нан, яғни панировочный сухари қосып, араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай қып-қызыл әдемі болып шығуы қажет. Осылай қуырғанның арқасында өте сондай күшті жаңғақтың дәмін беретін болады. Енді кез келген жаңғақты кішкене блендерге майдалап аламыз. Менде ол фундук. Кішкене ғана майдалаймыз, қатты емес. Енді алмаларды осылай үлкендеу етіп турап дайындаймыз. Менде тәтті лимонка алмасы, негізі кішкене қышқылдау болса да өте сондай әдемі үйлеседі. Енді алмаға лимон шырынын кішкене қосамыз. Жаңғақты, қуырылған нан ұнтағын және корица қосып, араластырып аламыз. Бомба сочетание ғой ендіші. Иісі деген керемет. Енді қамырды алып, алдымен дастарханда немесе тақтайда осылай кішкене ұн сеуіп, кішкене ғана жайып аламыз. Жайып алған соң, осылай қолмен созамыз, екі қолымызды жұдырықтап, осылай ақырын өте абайлап созып алуымыз керек. Жыртылып қалмайтындай созуымыз қажет. Жақсылап тартып созып, содан кейін дастарханның үстіне ас үй орамалын төсеп, соның үстіне қамырымызды орналастырып, осылай тік 4 бұрышты формаға келтіріп, жан-жағын созып, өте ақырын созамыз, жыртып алмайтындай, әдемілеп, осындай тік 4 бұрышты формаға келтіреміз. Міне осындай формаға келген кезде қамырдың үстін ерітілген маймен майлап аламыз. Мен ұмытып, бірден салманы салып қойыппын, содан кейін есіме түсіп, алмаларды алып, ерітілген сары маймен майлап шықтым. Содан кейін ғана алмалы салманы салып, қолмен бір келкі етіп жайып шығамыз. Шеттеріне дейін жаюдың қажеті жоқ, кішкене қалдырамыз шеттерін. Енді салманың үстіне қантты бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Одан кейін шеттерін видеода көрсетілгендей етіп жауып, ас үй орамалының көмегімен рулет қылып ораймыз. Ақырындап орап аяқ жағына келгенде пергамент қағазымызды дайындап қойып, бірден пергамент қағазының үстіне домалатып апарамыз. Тігісі астында болатындай етіп қоямыз. Енді пергаменттің көмегімен штрудельді ақырын көтеріп, пісіретін противенге орналастырамыз. Қалған еріген майды бетіне, шеттеріне әдемілеп жағып аламыз. Негізі классикалық түрінде ештеңке сеппейді, тек майлап пісіреді. Бірақ мен штрудельді өте қатты жақсы көремін, сондай қытырлақ тәтті дәм береді. Сол үшін барлық жерге себе беремін. Дайын штрузель бар еді мұздатқышта, соны сеуіп шықтым. Штрузельдің жасалу жолы менің
осы видеомда көрсетілген. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Есі деген керемет, енді айта алмаймын. Штрудель өте нәзік болып шығады. Сол себепті өте абайлап тарелкаға немесе тақтайға ауыстыру керек. Немесе дәл сол противенде де кесе беруге болады. Мен видео үшін осылай бірден тақтайға ауыстырып алдым. Міне осындай сырты күшті қытырлақ, іші нәзік, жұмсақ, ауызда еритін ерекше дәмді болып шығады. Жаңғақ, алма және корицадан болатын хош иісті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл штрудельді ыстықтай балмұздақпен қосып жесе от болады ғой. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ас болсын.